Ассаламу алейкум. Баршаңызға сәлем. Сіздер 60 жастан асқаннан кейін де эрекцияңыз жақсы болуды қалайсыздар ма? Ондай болса 60 жастан кейін эрекцияны қалай қалпында ұстауға болады? Ерлерге арналған ең жақсы 3 витамин туралы айтатын боламын. 60 жастан кейін эрекцияны жақсарту үшін сізге тек 3 витамин қажет. Жас 60-тан асқанда біз төмендегі айтатын ерекшеліктерді денсаулықтан байқаймыз. Біздің денемізде күшіміз бұрынғыдай болса да, жыныстық денсаулық бұрынғыдай жетпейді. Қалау азаяды, эрекцияға жету қиын болады, шаршау тезірек болады, және біз бірте-бірте жақындыққа деген сенімді азайтамыз. Шын мәнінде мәселе жаста емес. Мәселе біздің денемізде кейбір маңызды корректік заттар жетіспейді. Әсіресе тестостеронға, қан айналымына және жыныстық рефлекстерге тікелей әсер ететін витаминдер жетіспеуі мүмкін. Бүгінгі видеода сіз жыныстық күшіңізді қалпына келтіргіңіз келсе, сізге керек болатын 3 маңызды дәрумен туралы айтамын. Және дұрыс дозада қалай дұрыс толтыру керектігін түсіндіремін. Енді бірінші витаминнен бастайық. Ерлер гормонын табиғи қалпына келтірудің негізгі біріншісі витамин D болып табылады. Оның тестостеронды реттеудегі рөлі көп. Медицинада D дәруменнің жасырын гормон деп атап жататын тегін емес. Көп адамдар оны сүйек пен иммунитеттің маңызды элементі ретінде біледі. Бірақ D дәрумені денеде әлдеқайда маңызды рөл атқарады. Әсіресе ерлердің жыныстық денсаулығын негізгі гормоны тестостеронды өндіруде маңызды рөл атқарады. Тестостерон липидтердің эректильді күші, сперматозоидтардың сапасына, сондай-ақ жалпы көңіл күй мен мотивацияға әсер етеді. Жас ұлғайған сайын тестостерон деңгейі табиғи түрде төмендей береді. D дәруменінің жетіспеушілігі тестостеронның төмендеуін тіпті одан ары құлдыратады. Жағдай жақсарту үшін D витаминінің деңгейін табиғи түрде жоғарылату, сол әрекет арқылы тестостерон өндірісін қолдау керек. Ол үшін күн сайын таңертеңгі күнге денеңізді 10-15 минут тосып қыздырудан бастаңыз. Адам терісі күн сәулесінің әсерінен D дәруменін өзі өндіреді. Сонымен қатар D дәруменіне бай тағамдарды жеңіз. Лосос, скумбрия, жұмыртқаның сарысы, бауыр, нығайтылған сүт өнімдері және күн сәулесінде болған саңырауқұлақтар. D дәруменінің тағы бір қасиеті энергияның тепе-теңдігінің негізі болып табылады. Толық және қанағаттанарлық жыныстық реакцияны сезіну үшін жалғыз тестостеронның рөлі жеткіліксіз. Сонымен қатар жақсы жүйке жүйесі және тегіс тұрақты қан айналымы болу керек. Сондықтан екінші маңызды витамин B12 туралы әңгімелейік. Витамин B12-нің егде жастағы ер адамдардың жыныстық қатынасқа байланысты жүйке жүйесіне әсері зор. Егер тестостеронды отын деп ойласақ, онда жүйке жүйесін тұтыну деп түсінуге болады. B12 жамбас аймағындағы сезім мен рефлекстерге жауап беретін нервтер, сонымен қатар репродуктивті органдарға қанның тұрақты ағынын қамтамасыз ететін эритроциттердің түзілуіне көмектеседі. Жалпы 60-тан асқаннан кейінгі адамдардың 10-15%-ында V дәрумені жетіспейді. Бұл аяқ-қолдың жансыздануын немесе шаншуын тудыруы мүмкін. Әлсіз жыныстық рефлекстер шаршауды тудырады, тіпті интимдік қарым-қатынас кезінде қозуға кедергі болуы және реакцияның төмендеуін тудыруы мүмкін. Көпшілік ер адамдар бұл белгілерді жай ғана қартаю белгісі ретінде қабылдайды. Және мұның бәрі осы витамин B12-нің жетіспеушілігінен туындауы мүмкін екенін түсінбейді. Қысқаша айтқанда, ағзаға B12 дәрумені жетпеген кезде не істеу керек десек, құрамында витамин B12-ге бай сиырдың бауыры қосылған тағамдар, жұмыртқа, тауық еті, тунец сартені, сүт өнімдері, мүмкіндігінше қаймақ өнімдерін де қолданған дұрыс. Соңғы үшінші витамин Е дәрумені. Е дәрумені ерлердің жыныстық денсаулығына оның антиоксиданттық әсері баға жетпес үлкен. Егер сіз Е дәрумені тек тері күтімі үшін ғана қажет деп ойласаңыз, қателесіз. Өйткені ол 60 жастан асқан ерлер үшін ұрпақты болу тінін зақымданудан қорғайды және жыныс мүшелерінің тамырларындағы қан ағынын белсенді қалпында сақтауға маңызды рөл атқарады. Сперматозоидтардың саны мен сапасын жақсартады. Сонымен қатар эрекцияның күші мен ұзақтығына әсер етеді. Себебі Е дәрумені бос радикалдарды бейтараптандырады.
Е дәрумені қан тамырларының серпінділігін сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар сол тамырлардың қатаюына жол бермейді. Егер сіз Е дәруменді қалай көбірек алуға болады десеңіз, дәрумен деңгейін барлық тағамдармен оңай көбейте аласыз. Мысалы, күнбағыс тұқымдары, бадам және басқа да қара жасыл жаңғақтар, зәйтүн майы деген сияқты. Біз 60 жастан асқанда ерлердің жыныстық денсаулығына айтарлықтай әсер ететін 3 дәруменді қарастырдық. Біздің бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Арнаға тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.